Hayırlı күн оқушылар, бүгінгі видеомызда ОБТ-да кездесіп жүрген екінші ретті дифференциалдық теңдеудің қалай шығарылатынын көрсететін боламын. Алдымен менің каналыма қош келдіңіздер ұмытпаңыздар. Олай болса есебімізді бастаймыз. Енді мынадай түрдегі берілген дифференциалдық теңдеуді шығару үшін осы теңдеудің сипаттамалық теңдеуін жазып аламыз. Ол дегеніміз 2k квадрат минус 3k минус 2 тең 0 түріндегі теңдеу. Бұның дискремент табамыз. Дискремент 3-тің квадраты азайтылған 4 көбейтілген 2 көбейтілген минус 2. Сонда 9 қосылған 16, ол дегеніміз 25. 25 бізде оң сан, олай болса оның екі түбірі бар. Бірінші жағдайына келіп тұр. Бірдің мәнін табайық. 3 қосылған 25-тің түбірі 5-ке тең, бөлінген 2 көбейтілген 2. 8-ді 4-ке бөлсем 2 болады. Келесі k2-нің мәні 3 азайтылған 5, бөлінген 4, минус 2, 4 қысқарғанда минус 2-ден 1-ге тең. Енді жалпы шешімін мына түрде жазамыз. Онда y тең болады s1 e-нің k1-дің мәні 2-ге тең, олайса 2x, қосылған s2 e-нің k2-нің мәні минус 2-ден 1-ге тең. x мынау осы теңдеудің жалпы шешімі болып табылады екен. Келесі ары қарай. Екінші мына теңдеуді. Ол да дәл сондай, осы теңдеудің сипаттамалық теңдеуін жазылайық. k квадрат минус 6k плюс 9 тең 0. Бұның енді дискремент 0-ге тең. Екінші жағдайға келіп тұр. k1-дің мәнін тауып алайық. 6 бөлінген 2, 3-ге тең. Олай болса жалпы теңдеуін мынадай түрде жазамыз. y тең болады s1 x қосылған s2 шақшаның сыртында e-нің k1-дің мәні мына 3-ге тең болса 3x. Мұны осы теңдеудің жалпы шешімі болып табылады. Ары қарай келесі үшінші жағдайда енді дискремент теріс болған жағдайды қарастырамыз. Яғни бұның да сипаттамалық теңдеуін жазып аламыз. k квадрат плюс 10k плюс 26 тең 0. Тағы да дискремент табайық. 10-ның квадраты 100, азайтылған 4 көбейтілген 26 болады. 100 азайтылған 4-ті 26-ға өтсем 104 болады. Онда бізде минус 4. Бұл дискремент теріс болған жағдай, мына үшінші жағдайға келіп тұр. Жалпы шешім мына түрде болады. Енді бұл жердегі альфа мен бета ол дегеніміз мысалға комплекс сан, яғни альфа қосылған бета и түріндегі. Енді бұның түбірін табайық. k1-дің мәні минус 10 плюс түбірасында минус 4 бөлінген 2. Енді минус 10 плюс 4 түбірасында 4 және мынау түбірасында минус 1 деп жазсақ, бөлінген 2. Минус 10 деген плюс 4-тің түбірі 2-ге тең, ал түбірасында минус 1 дегеніміз ол бізде и деген мәнді береді. Сонда мынаның орнына и қоямыз. И бөлінген 2-ге бөліп жібереміз. Сонда минус 5 плюс и. Енді k2-нің мәнінде дәл сондай. k2-нің мәнінде сондай. Минус 5 минус и түрінде болады. Енді жалпы шешімін жазайық. Y тең болады. E-нің альфаның мәні минус 5-ке тең, сондықтан минус 5x болады. Шақшаның ішінде k1 косинус бетаның мәні 1-ге тең, сондықтан косинус x қосылған s2 синус x шақша жабылған. Мынау осы теңдеудің жалпы шешімі болып табылады. Осымен есебіміз аяқталды.